Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай капустадан жасалынатын жеңіл салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салатты мен үнемі жасаймын. Барлық тамаққа қосып жегенге өте дәмді болып шығады. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма дәл қазір тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен сәбізімізді осылай корея күшінен ұзын-ұзын етіп өткізіп аламыз. Бұл жерде мен 2 үлкен сәбізді қолдандым. Және де бұл салат 6 тарелка шығады. Барлығын осылай өткізіп аласыздар. Және де капустаның мен үлкен капуста болды. Сол капустаның тең жарты бөлігінің барлығын осылай ұсақтап турап алдым. Капустаның жұмсақтау түрін алсаңыздар, тіпті жақсы, тез жаңағыдай жұмсарады. Және де өте дәмді болып шығады. Видеодағыдай пышақтың көмегімен осылай жаңағыдай кесіп, жұқалап кесіп аламыз. Және де арасын кішкене қолмен ажырату қажет. Аздап тұз сеуіп, осылай барлығын жаңағыдай қолдың көмегімен капусталардың араларын ажыратып, сәбізбен бірге араластырып, 5 минутқа қалдыратын боламыз. 5 минут өткеннен кейін кішкене су шыға бастайды. Сонымен қатар, құрметті оқырмандарым, менің каналымда өте дәмді басқа да түрлі салаттардың рецепті бар. Төменге описание бөліміне қалдырамын, немесе мына Әйгерім Ботабекова деген жазудың үстін бассаңыздар, менің каналыма тікелей өтесіздер. Және де сарымсақты күштен өткізіп алдым. Содан соң қиярды ортасынан бөліп, жартылай қиналап турайтын боламыз, немесе қиярды ұзын-ұзын соломка етіп турауға да болады. Бұл жерде өз қалауыңыз бойынша қосасыздар. Егер көбірек қоссаңыздар да болады. Мен бұл жерде 1 данасын қолдандым. Паприка салдым, сәбіз салатқа арналған приправа салдым. Сонымен қатар кинза приправасын салдым. Және де қалауыңыз бойынша кинза шөбін, укроп, және де петрушка, көкпияз қоссаңыздар болады. Қызып тұрған 50 грамм сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және де 1 сағат, жарты сағат көлеміне қойып қойсаңыздар, холодильникке немесе салқын жерге, сол кезде тұзы өте сіңімді және де дәмді болып шығады. Қою тамақтармен керемет үйлесетін осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де осы видео ұнаса, поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңыздар.